Қазіргі кезде хит болып жатқан қуырылған баклажан, роккола қосылған салат жасаймыз. Алдымен брынзаларымызды 4 бұрышты етіп турап алып, үстіне бір ас қасық кукурузный крахмал қосып араластырамыз. Баклажандарды да дәл солай турап алып, тағы да кукурузный крахмал қосып араластырамыз. Қызып тұрған майымызға брынзаларымызды сарайғанша қуырып аламыз. Одан кейін ыдысымызға сүзіп алып, оның үстіне баклажандарымызды да қуырып аламыз. Осылай қызарып қып-қызыл түске айналған кезде ғана сүзіп аламыз. Рокколаның үстіне болгарский және де помидор қоссаңыздар да болады, орнына қуырылған баклажандарымызды қосамыз және де осындай паприканы қосамыз. Осылай сыртында паприка деп жазылып тұрады. Барлығын көз мөлшерлеп саламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға салат салып алғаннан соң ең бетіне қуырылған брынзаларымызды қойып шығамыз. Ас болсын.